Selam dostlar. Bugün bizde Premiere Pro, Adobe Premiere Pro video redaktörü ve video bölümlerini kalay biriktiremiz. Sonra sizlere түсіндіріп өтемін. Оның әрине 2-3 жолы бар. Мысалға біріншіден былай қосуға болады. Әрқайсысын жеке тартып. Әрине егер сіздің кадрыңыз 5-6 болса, онда ол ешқандай маңызы жоқ, және ол қалайда сіздің кадрларыңыз 20-30 немесе үлкен фильмге керек жерін кесіп қойдыңыз, сізге бәрі керек болғанда мысалға осы мышканың машинасының ортасына делет немесе клавишасын басуға болады. Оны сізге sequence close up sequence close up қосылматыз, сізде видеоларыңыз осылай қосылады.